еңбек Салықов атындағы орта мектеп жанындағы айналайын шағын орталығының тәрбиеленушілері Қонысбай Аяла, Сүлеймен Амира, Абай Айкөркем, Тәңірберген Нұрайым және мен, тәрбиешісі Қарабаева Раушан Жаңбырбаевна. Сіздерге бүгін зерттеу жұмысын өткізбекшіміз, көрсетпекшіміз тәжірибе жүзінде. Бізге ол үшін таза судың тығыздығын қалай арттыруға болады. Мына бізде балалар не, қыздар? Су және оған қажет бокалдар, бос ыдыс және қант, бояулар, қалам, өте жақсы. қасық, Қасық, өте жақсы. Осының бәрі бізге тәжірибеге қажет. Тәжірибемізді бастайық. Бірінші қант. Әрқайсыңа салып беремін. 1 қасық қант 1 деген санға. 2 қасық қантты 2 деген стаканға және 3 қасық қантты 3 деген санға. 4 деген санға қанша саламыз? 4 қасық, өте жақсы. 4 деген санға 4 қасық қант салдық. Өте жақсы. Енді әрқайсысына 4 қасық су құйып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Келесіге. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Санаймыз. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Келесі. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Енді араластырамыз, қыздар. Араластырамыз. Айкөркем 3 және Нұрайымға 4. Қыздар, қант ергенше араластырамыз. Әрқайсысына қылқаламның көмегімен бояулар саламыз. Өте жақсы. Мен көмектесемін. Қыздар, араластыра береміз. Өте жақсы. Бояуы қанып, әдемі шығу үшін бояуды көбірек саламыз. Ерітеміз, әбден ерітеміз. Қыздар, жақсылап араластырамыз. Өте жақсы. Келес. Өте жақсы. Жасыл қанық болды ма? Өте жақсы. Нұрайым. Көп. Әбден ерітеміз, қыздар. Ал қыздар, әбден ерітеміз. Еріді ма, қыздар? Бірінші номер ауызға салмаймыз. Жері қой, босата қой. Өте жақсы. Мінекей, бірінші санның қанты еріпті. Өте жақсы. Мен ақырын құя берем, қыздар, сендер еріте бересіңдер. Бір санынан аламыз да стаканның түбіне құямыз. Өте жақсы. Қандай түс құйдық? Келесі. Қандай түс, Амира? Қызыл. Өте жақсы. Қызыл түсі еріді. Тағы біреу аламыз, е? Қызыл құйдық. Келесі түс қандай, Айкөркем? Жасыл. Өте жақсы. Жасыл түсті. Жасыл түсі әбден ерітеміз. Қараңдаршы, қандай қою, я? Қанты көбейген сайын суымыз қоюлана түсті ма? Өте жақсы. Демек, судың тығыздығы артты ма? Өте жақсы. Артты. Қазір мен сіздерге бір нәрсе көрсетемін. Өте жақсы. Келесі бізде қандай түс? Көк. Өте жақсы. Көк. Көк түсінен аламыз. Көк түсі өте тығыз. Ал қыздар, қараңдаршы, әртүрлі түсті бір ыдысқа жинап қосқан кезде бізде не шықты? Кемпір қосақ. Өте әдемі, я? Демек, суға қантты қосу арқылы судың тығыздығын көбейтуге және азайтуға болады екен, я? Мінекей, сендерге біздің тәжірибеміз ұнады ма? Өте жақсы. Көп рахмет, назарларыңызға көп рахмет.